Сәлем достар, сіздермен бірге 10 ай каналы. Сіздер бас ауруынан дәрісіз қалай арылуға болатынын білесіз бе? Егер де білмесеңіз, бүгін біз сіздерге дәл осы туралы айтатын боламыз. Бас ауруын үй жағдайында келесі 4 әдіспен емдеуге болады екен. Бүгінде екінің бірінде бас ауруы кездеседі. Бастың ауруына түрлі себептер де бар. Емі де жалғыз дәрі емес. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне қарағанда, дәрігердің қабылдауына келетін 3 науқастың біреуі невролог дәрігерге жазылады екен. Мамандар бас ауруына шыдап, уақыт созуға болмайды, дереу ем жасау керектігін айтады. Бас ауруының асқынуы миды зақымдайтынын ұмытпайық. Бас ауруын қойдыру үшін дәрі іше беруге болады. Бірақ бір ауруды емдеймін деп, екінші ағзаның саулығына кері әсеріңізді тигізуіңіз әбден мүмкін. Егер сізді бас ауруы қатты мазалап, төсекке тартуға дейін апармаса, онда үй жағдайында келесі 4 әдіспен емделуге болады. Бірінші, қызыл бұрыш. Құрамындағы капсаицин затты ауырсынуды басатын табиғи дәрі. Өздеріңізге мәлім, басымыз ауырып, мұрнымыз пышылдай бастаса, сорпаға бұрыш сеуіп ішіп аламыз. Тіпті ата-әжелеріміз айран қосылған көжеге бұрыш қосып ішсеңдер, дененің иммундық жүйесін қалыптастырасыңдар деп ескертіп отыратын. Міне бұл сөздің жаны бар. Қызыл бұрыш денені қыздырып, ағзадағы вирус пен бактерияның көзін жояды. Еріксіз терлетіп, инфекцияның өршуіне жол бермейді. Егер басыңыз ауыра бастаса, кез келген тамаққа бұрыш қосып ішіңіз. Бұрышты күнделікті қолданатын болсаңыз, сізді бас ауруы мазаламайды. Келесі зімбір. Үзбей зімбір тұтынатындардың басы ауырмайды. Тамырдың ауруларын басып, ми тамырларының айналымын реттейді. Зімбір ішкі ағзалардағы ауруды басатын антиоксидантқа бай. Сонымен қатар, бас ауруында қойдыратын қасиетке ие. Келесі жалбыз. Бойыңызды балқытып тыныштандырады. Ауруды басып, ұйқыңызды келтіреді. Әсіресе күні бойы қауырт жұмыс істеп шаршаған болсаңыз, немесе ашуланып жүйкеге талмақ түскен болса, онда ұйқыға жатар алдында бір шыны жалбыз қосылған шай ішіңіз. Таңертең бәрі ойдағыдай керемет болады. Және де су. Қан айналымының нашарлауы мен мидың дұрыс жұмыс істемеуіне судың әсері мол екен. Бұл екі жағдайға ағзаның сусыздануы себеп болады. Оған қоса, жалпы ағзаның жұмыс істеу қабілеті нашарлайды. Судың жетіспеушілігінен ми, жүйке, бауыр, бүйрек, асқазан дұрыс жұмыс істемейді. Тіпті бойыңызды әлсіздік белеп, қан қысымыңыз көтеріледі. Тыныс алуыңыз нашарлап, белсенділік төмендейді. Салдарынан бас ауруы қозып, денсаулығыңыз нашарлай бастайды. Мұндай олқылықтың орнын толтыру үшін күніне 2 немесе 3 стақан су ішуге әдеттеніңіз. Ал егер күніне 2 литрге дейін сұйықтық қабылдайтындардың басы ешқашан ауырмайды, денсаулығы сыр бермейді. Жоғарыда айтылған кеңестерді қолданып, бас ауруынан біржолата құтылайық достар. Сіздермен болған 10 ай каналы. Келесі кездескенше достар.